Бүгін сіздерге тез дайындалатын қанық әрі пайдалы чечевица котлеттерінің рецептісін көрсетемін. Етсіз, жұмыртқасыз, бір кесе қызыл чечевицаға су құямыз. 2-3 сағатқа қалдырамыз. Термомикс чашысына сәбіз, жуа, сарымсақ салып майдалаймыз. Көкөністерді чашаның қабырғаларынан төмен қарай түсіреміз. Егер де чечевицаны жуу керек па жоқ па деген күмәніңіз болса, онда міндетті түрде жуу керек. Байқасаңыз, су өте лас. Жақсылап ағып тұрған кранның суына жуамыз. Чечевицаны туралған көкөністерге қосамыз. Әрі қарай оған дәмдеуіштер тұз, қара бұрыш, қызанақ пастасы, паприка қоссаңыз да болады. 5 секунд барлығын майдалаймыз. Чашаның қабырғаларынан түсіріп, қажет болса тағы бір қайталаймыз. Бәрі әдемі майдаланған. Енді осы қоспадан кішкентай котлеттер жасаймыз. Май құйып, табаға қуырып аламыз. Не болмаса, духовкаға 15 минутқа салса да болады. Дайын, сырты хрустящий, іші жұмсақ, етсіз тамақ жейтіндерге тамаша. Достар, видео ұнаса лайк басып жазылуды ұмытпаңыз. Осындай пайдалы рецепттерді бірге жасайық.